Видео басталмастан бұрын достар, менде бір қайғылы оқиға бар. Бүгінгі видеоға мен тағы да реклама тапқан жоқпын достар. Сондықтан достар, от душынан лайк басып, подписка жасап отырайық, потому что бүгінгі видеода ешқандай реклама жоқ. Hey, Google Gaga достар, сіздермен Флайс және де менің бүгін қасымда легенда Нұрлан Қалап. Сәлем достар, қалайсыңдар? Менің каналымда сәлем демейді. Қалай дейді? Google Gaga дейді. Google Gaga. Вот, уважаю, Нұрлан. Достар, бүгінгі видеода не істейміз, достар? Бүгінгі видеода Нұрланға сұрақтар қоятын боламыз, және де сұрақтар просто так қоймайтын боламыз, достар. Ол маған да қояды, кстати, достар. Екеуміз бірімізге сұрақтар қоямыз, бірақ сұрақтарға просто жауап берген қызық болмағандықтан Нұрлан қазір құлақ қап кететін болады. Ал мен болсам оған сұрақтар қоятын болам, ал Нұрлан болса оған тек иә, жоқ деп жауап бере алатын болады, достар. Сұрақтарды Нұрлан естімейді, потому что ол жерде қазір жақсылап тұрып керемет бір өзбекский музыка тыңдайтын болады. В общем, ол өлең тыңдап отырады, мен оған сұрақ қоятын. Ол болса тек иә, жоқ деп жауап береді, достар. Түсінікті ғой да? Все, түсіндім. Понял, лайк басыңдар. Дымес атқан жоқпын. Дымес атқан жоқ, достар. Так, біз бірінші сұрағымыз Нұрлан саған. Так, сен өзі жасың мысалға нешеге келді? Не деп отыр мынау? 27-ге ма келіп қалды, достар, жасы. Сен үйленетін ойың бар ма? А? Я жоқ дейін ба? Я тек я жоқ деп айтасың. Жоқ. Достар, короче, күтпей қойыңдар, Нұрлан үйленеді деп күтпей қойыңдар, бұл өз үйленбейді, тастаңдар. Онда сен үйленбесең, значит, Нұрлан сен гейсің ба? Я. Хорош, Нұрлан, уважаю. Уважаю. Нұрлан, сен ұйықтағанда, ұйықтар алдын, то есть, қолыңды білдіріп жатасың ба? Бля, қалай жауап береді бұған? Я, короче. Ах ты, маленький десек. Так, ерін оқимын. Ерін оқимын. Ерінен оқисың ба? Ерінен оқимын. Нұрлан, сен сасал? Айт болдың ба? Я, айт болдым. Жоқ. Бля! Ай, ладно. Егерде Делин қыз болса, періп алар ма едің? Я. Хорош, уважаю. Я ма? Айшақ ма, подсказал. Айшақ подсказал ма? Короче, егерде сен қыз болып туылсаң, маған берер ме едің? Жоқ. Айшақ подсказка берме, неге подсказка берме? Айшақ отырады. Подсказка берме. Короче, келесі сұрақ. Так, қандай сұрақ қойсам бат, Айшақ? Қандай сұрақ қойсам бат? А почему жын разный? Может быть, дейсің да? Может быть дегенде бола ма, деді сар? Я. Я ма? Хорош. Тазалықты жақсы көреді. Не болса да я. Тазалықты жақсы көреді. Осы видеода 5000 лайк жиналса, такс, не қыл десем бат? Ну, точный я ғой, короче. Точный я ма? Точный я дейді, Айшақ. Не істетуге бат Нұрланға? Егерде осы видеода 5000 лайк жиналса, Сигма бойдың биін белеп бересің ба? Ол енді жоқ енді. Есі қойдың әді? Білем, достар. Короче, бетек онда. Келесі сұрақ. Сен естіп тұрған жоқсың да? Естіп отқан жоқ енді. Все, хорошо. Сағынып жыладың ба? Түнде сен бывшайың сағынып жыладың ба? Я. Қой, достар. Облажался. Во, достар. Бывшайың үшін 10 этаждан секіру деген ойлар болды ма? Жоқ. Ерін Хорошо. оқишы? Хорошо, еріне оқисың ба? Сасал? Айшақ, я ма жоқ па? Жоқ. Бля. Ладно. Нұрлан, сен қалай ойлайсың? Сен өмір бойы бір жеріңді ұстап жалғыз өтесің ба?
Жоқ. Блин. Қыз таппаған соң. Я жоқ десем не болады екен. Қыз таппаған соң гей болып кетесің ба? Я. Бәләді. Яма. Атанаң, то есть сен үйіңдегілер сен гей екенін біле ма? Я. Ну хотя бы что-то. Шындықты айттың, хотя бы хорош. Уважаю, хорош, сигма. Так, Дұрыс жауап бердің. дұрыс жауап бердің. Егер де осы видео 5000 лайк жинаса, сигма бойдың биін белейсің ба? Жоқ. Ай, достар, ұсталмай жатыр ғой, блин, бір билете қойын деп ұсталмай жатыр, достар. Так, келесі сұрақ бізде, достар. Так, мынандай сұрақ қояйық, короче. Егер де саған гей болу немесе 15 жасар қызды таңдау десе, 15 жасар қыз таңдайсың ба? Я. Май достар, мына жерде уже кішкене мынау ұялмай я дейді қойшы, Нұрлан PDF файл, короче, достар, түсіндір ғой, да, кім екенін түсіндір ғой, Нұрлан, қандай ориентациясын түсіндір ғой, да? Так, Ершатты перу ойыңда болды ма? Жоқ. Жоқ дейді, блин, Айшуақты перу ойыңда болды ма? Я. Айшуақ, достар, короче, Нұрланның вкусы дейлин емес екен, Айшуақ екен. Так, енді келесі сұрақ. Ділейін, достар. Маған Каспия 10 теңге аударасың ба? Я. Болды, хорош. Я. Хорош. Рахмет. Я. Плюс бабки, плюс коллапс Нұрланым дейсің ғой, короче. Так, достар, вроде сұрақтар болған сияқты, тағы қандай сұрақтар қоятын білмей жатырмын, білмеймін, что-то Нұрлан барлық сұраққа иә дей береді, білмеймін не деген. Сасал? Жоқ. Бля, маған ұсталмайды ғой. Ұсталмай жатыр ғой ше. Ладно, басқа сұрақ қояйық. Так, подписчиктарын жақсы көресің ба? Подписчиктарын жақсы көресің ба? Ой, хорош. Уважаем. Так, достар, все, біреуде сұрақтар қойып болдым. Енді ол маған қойсын, давайте мен жауап беріп басайын. Кеттік. Все, шеш. Так, достар, менің очередім енді. Так, қандай сұрақ қойсам болады ал? Сасал? Так, кеттік ал. Бастадың ба? Сасал? Жоқ. Бля, стал қойын сияқты ғой бұны. Сен істей алмадың? Істей алмады ма? Жақсы ол. Достар, қандай сұрақ қойсам болады тағы да. Залда жігіттердің көтіне қарайсың ба? Иә. Ұсталды. Так, залда қыздардың көтіне қарайсың ба? Өзі қойдың ба? Жоқ. Бля, жігіттердікіне қарайды да, қыздардікіне қарамайды ғой, ема. Не сұрақ қойып жатсың? Я, Free Fire говно ма? Я. Признаю. Дұрыс жауап бердің ба? Я Дұрыс жауап бердің. Жұмыс қалдың ба, Нұрлан? Жұмыс қалдым. Я принят. Ершат сила ма? Не деген Ойланатын сұрақ қой, давай. қалай екен? Жоқ. Ершат сила емес, достар. Не ма, пиво ішесің ба? Я. Алмасаң да, я. Достар, пиво ішеткен. Айшақтың түріне қарайыншы мен. Сұрақ қой, давай. Так. Сен шегесің ба? Я. Бля, что-то наебать этим черного, да? Бля. Сен тағы қандай сұрақ қоюға болады, достар. Қазір. Ойланайын. Нұрлан, аузыңды көрсетші, не деп жатқаныңды мәк көрейін. Ойланып attım. Ойланатсың ба? Я. Так. Қандай сұрақ қойсам болады? Сенің қызың бар ма? Жоқ. Ну, ладно. Айшақ, одобрение беріп жатыр ма? Не қалды? Так. Қорқып жатыр жатағарға. Не айтсам болады тағы да. Қандай андай, достар, андай әдейі осындай сұрақтар қойып жатырмын да, қызық болсын деп. Так. Несі?
Бүгін рәшіледің ба? Бүгін Айт болдың ба? иә, бүгін не істедің ба? Там қолмен жұмыс жасадың ба? А? Иә. Иә дейді. Не деп жауап беру керек? Қашан Мен походу барлық сұраққа қате жауап берген сияқтымын. Бүгін біздің үйде жасап тастадың ба уже? Жоқ. Әйтеуір біздің үйде болмаса болды. Походу дұрыс жауап бердім ол. Тағы да істедің ба сонда? Жоқ. Енді қай жерде? Үйде? Иә. Үйде ма? Үйде екен. Айшақтың бөлмесінде ма? Жоқ. Универде істедің ба? Универде істедің ба? Иә. Универде істепті. Шындықты Шындықты айтады. айтып жатыр. Универде істепті, достар. Қатырады. Так, қандай сұрақ қойсам ба тағы да? Жоктармен соларды ұнатасың ба сен? Иә. Солармен айналысқың келеді да? Сұрақ па? Иә. Жоқ. Так, олар ұнатады, бірақ айналысқысы келмейді екен. Ну, в принципе, нормально онда. Терпимо. Достар, если сасал деп отқан болса, мен саса деткен жоқпын, сразу айтайын. Сасал? Айшоқтікі саналмайды деп қояды. Сасал енді? Енді? А? Сол енді сасал? Не болды? Айтшы енді. Сұрақты тикта қояды. Айтшы енді. Так, Сасал? иә. Салды. Сенің ненің инструментің 5 сантиметр ма? Иә. Dans mon esprit tout divague, je me perds dans tes yeux. Қандай екен? Жесең мен барлық сұраққа қате жауап беріп жатырмын ғой мен. Так, саған трансгендерлар ұнай ма? Жоқ. Ұнамайды екен оған, достар. Гейлер ше? Ұнай ма? Иә. Оған гейлер ұнайды екен. Реально, жестко. Аслан Мұқа легенда ма? Жоқ. Жестко мектепте осырып қойған кезің болды ма? Или шығып қойған? Иә. Ну, в принципе, нормально, достар, ондай бәрінде болып тұрады. Менде болған жоқ па? Мен мақтанам иә деп айтқаныма. Мақтанады екен даже сонымен. Ну, в принципе, дұрыс. Иә, хорош. Негізі, иә. Сен дрищсің ба? Иә. По идее, дрищ емес негізі. Бірақ өзін что-то бір дрищ деп тұр енді. Білмеймін не екен. Сасал? Жоқ. Бля. Бля, бір жерден қайтап дұрыс жауап берді ма? Иә, Дұрыс жауап берді ма? Ема, достар. Қазір енді монтаждың уақытында көретін болам, достар. Низатқа жоқ дедім. В целом видео қызықты болды деген ойдам. Нұрлан, өзіңе ұнады ма? Ұнады, иә. Жестко ұсталдың сен негізі. Но, в принципе, кейбір моменттерде ұсталмадың. Соңғысында ұсталмай қалдың. Сасал дедің ғой да? Иә. Білдім Мен саған Сасал, дейсі айттың ма? Потому что что-то бар ғой, логикамен келді, что-то анау не то сұрақ қойды ау деп артқа қарап тұрып айттың да. Просто аузынан байқап қаласың да, не айтқан. Достар, в общем, осындай видео болды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Сіздермен болған мен Флэш, және менің қасымда легенда Нұрлан Қалам. Давайте.